Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің жаңа сабағымыз бірлігі жарасқан ел. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын сіздерді бүгінгі сабақтың мақсатымен таныстырып өтейін. Оқу мақсаты: тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру және берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогқа қатысу. Оқу мақсаты негізінде бағалау критерийі: тыңдалған материалдың мазмұны негізінде сұрақтарға жауап береді және берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру үшін шағын диалогқа қатысады. Әдеттегідей, біз кез келген сабақты бастамас бұрын жаңа сөздермен танысамыз. Мен қазір сіздерге жаңа сөздерді оқимын, сіздер менің артымнан қайталайсыздар. Ұлт өкілі, бірлік, ынтымақ, тату, тәтті, құшақ жая қарсы алу, бауырына басу. Жарайды оқушылар. Енді оқулығымызбен жұмыс істейміз. Оқулығымызда 84-ші беттегі 3-ші тапсырманы оқимыз. Яғни бізде мәтін мен жұмыс. Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрады. Қазақстанда орыс, дүнген, неміс, татар, ұйғыр, кәріс, түрік, қытай, өзбек, корей, украин және тағы басқалары тату тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақ халқы елімізде тұрып жатқан 100-ден астам ұлт өкілдерін құшақ жая қарсы алды. Олардың қазақ жеріне қоныстанып, өмір сүруіне жағдай жасады. Қазақстан түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан ұлы мекен. Қазақ халқы тарихтың түрлі кезеңдерінде басқа ұлт өкілдерін ерекше ықылас пен бауырына басты. Олардың салт дәстүрі, тілі мен мәдениеті жоғалмас үшін қолайлы жағдай жасады. Соның нәтижесінде ұлан-байтақ қазақ жерінде барлық ұлттың өкілдері бір атаның балаларындай ынтымақтастықта өмір сүріп келеді. Қазақстан бүгінде ұлттар мен ұлыстар мекендеген достық пен туысқандықтың, ынтымақ пен ырыстың ордасына айналды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әлемдегі жаңа Қазақстанның бейбітшілік мекені болуы керектігін міндет етіп қойды. Ал енді оқушылар, мәтін мазмұнымен таныс болған болсақ, келесі тапсырма. Оқулығымызда 85-ші беттегі 5-ші тапсырманы орындаймыз. Яғни жазылым. Дескрипторы: сұрақтарға қысқа әрі толық жауап береді. Екінші, тақырыпқа қатысты сұрақтарға лайықты жауап береді. Үшінші, шағын диалогқа қатысады. Келесі тапсырмамыздың орындалуын сендерге түсіндіре кетейін. Үлгі. Бізде бірінші сөйлем: Қазақстан Республикасында қанша ұлттың өкілдері тұрады? Толық жауап: Қазақстан Республикасында 130-дан астам ұлттың өкілдері тұрады. Ал қысқа жауап: 130-дан астам. Осы сияқты келесі сұрақтар бізде: олар қандай ұлттар? Қазақстан қандай мекен? Қазақ халқы кімдерді құшақ жая қарсы алды? Оларға қандай жағдай жасады? Қазақстан бүгінгі күні ненің ордасына айналды?
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев нені міндет етіп қойды? Яғни, мен үлгіде сіздерге қалай қысқа және толық жауап беру керектігін түсіндіріп өттім. Соған қарай сіздер де төмендегі сұрақтарға жауап беріп шығасыздар. Жоғарыда оқу мақсатын таныстыру кезінде сіздерге жалпы сұрақтарға жауап беру, диалогқа қатысу туралы айтып өткен болатынмын. Яғни, бүгінгі сабағымыздың мақсатына жету үшін біз осы тапсырманы тиянақты орындауға тырысайық. Ал жарайды оқушылар, жазылым тапсырмасын сәтті аяқтаған болсаңыздар, келесі кезекте бізде кері байланыс, яғни 20 сөз әдісі арқылы суреттер бойынша сөйлем құрап айтамыз. Біздегі бұл 20 сөз ұлт өкілі, тату тәтті, бірлік, ынтымақ, құшақ жая қарсы алу, бауырына басу, өмір сүру, Қазақстан Республикасы, туысқандық, бауыр, мекендеген, бір атаның балалары. Оқушылар, бұл сөздерді берудегі мақсатым бізде алды 1 мамыр, яғни достық, бірлік, ынтымақ мерекесі келе жатыр. Осыған байланысты біздің сабағымызда осыған сай келгендіктен осы тапсырманы орындаймыз. Жарайды оқушылар, біздің кері байланысымызды сәтті аяқтаған болсаңыздар, келесі бізде рефлексия, яғни аяқталмаған ой әдісі. Мұнда бүгінгі сабақтан, яғни осы сабақтан мен білдім, нені білдіңіздер, және әлі де білгім келеді. Осы екі аяқталмаған ойды аяқтай отырып, маған WhatsApp желісінде өз жауаптарыңызды жіберіңіздер. Яғни, мен келесі сабақта сіздердің нені меңгеріп, нені меңгеруге қызығушылық танытып отқандарыңызды білу мақсатында осы аяқталмаған ой әдісін алдым. Жарайды оқушылар, бүгінгі сабақты түсінген болсақ, бізде үйге тапсырма. Үйге тапсырма 86 бет 9 тапсырма. Яғни, досыңды 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтап, ашық хат жаз. Ашық хат дегеніміз, яғни орысшада не? Открытка, яғни құттықтау хатын жазамыз. Рахмет оқушылар, назар салып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.